Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, жаратылыстану факультеті. Қазіргі таңда әлемнің 190-нан астам елінде коронавирус індеті жайлап тұр. Қазақстанның басынан бұдан да ауыр күндер өтті. Біз жаратылыстану факультетінің география тарих мамандығының студенттері өзіміздің және де сіздің денсаулығыңызды сақтау мақсатында қашықтықтан оқыту жүйесін қолдаймыз. Teacher, I also make it so. Oh, thank you. Hello everyone, my name is Kishibaya Yerkemay and I am a student of South Kazakhstan State Pedagogical University for the profession of teaching biology. And at the moment, I'm working on science project for biology. Not only me, and my group is so busy on the project. And the distance education doesn't prevent us for learning. Thank you. Биология мамандығының 3-ші курс студенті Қыдырәлі Ақболмын. Сіздерге бүгін антисептикті үй жағдайында қалай жасау керек екенін бөлісемін. Ол үшін бізге 90%-тік спирт, су, шай ағашының сығындысы, сутек асқын тотығы және алояның сығындысы қажет. Біздің 180 мл антисептигіміз дайын. География кафедрасының оқытушылары Қазақстанда болып жатқан төтенше жағдайларға байланысты қашықтан оқытуды қолға алудамыз. Біз жаратылыстану факультетінің қазіргі таңда қашық пен онлайн режимде сабақтар өтіліп жатыр. Биология мамандығы студенттері қашықтан оқытуды қолдаймыз. Бұл шешім біз үшін де, оқытушылар үшін де тиімді әрі қауіпсіз. Ұстаздарымызбен онлайн платформалардың көмегімен тығыз байланыстамыз. Біз біргеміз, әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз.